Қайырлы кеш достар, арнама қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін ватрушки жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығатын осындай ватрушка дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тоз керек, шекер, 3 жұмыртқа және аштығымызды жылы сүттің үстіне салып, кішкене бетін жауып тындырып қоямыз. Беті көпіршіктенген кезде дрожжымызды құйып, үстіне керегінше ұнымызды салып, ерітілген сары майымызды құйып, осылайша әдемі жұмсақ етіп қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымызды әдемілеп илеп алып, жылы жерге көтерілуге қоямыз. Ұнымыз көтерілгеннен кейін қамырымыз әдемілеп ватрушкидің салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге творог, шекер, жұмыртқа және ванилин дәмін келтіру үшін және крахмал қосатын боламыз. Міне осының барлығын салып алып, әдемілеп блендермен әдемілеп езіп алатын боламыз. Әдемілеп езіп алғаннан кейін біздің осындай әдемі қаймақ тәрізді массамыз дайын болды. Енді осы дайын болған массамызды ашып тұрған қамырларымызды салуға кірісеміз. Ашып тұрған нанымызды осылай табамызға салып, домалақтатып, кішкене көтерілдіріп алып, үстінен осындай стақанның көмегімен түбін домалақтатып алып, ішіне осылай салмамызды салып, тағы да кішкене көтерілдіруге жібереміз. Кішкене 5 минут көтерілгеннен кейін қызып тұрған табамызға қызарғанша пісіріп аламыз. Егер менің каналым ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамда тағы да көптеген қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Баршаңызға ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер.